Армысыздар қазақ елі. Сіздер тамашалап отырған шырайлы Шымкент қаласы өте әсем, жылы шырайлы, халқы да, ауа райы да үйлесім тапқан тамаша қала. Қаламызда қаншама халық, ұлт өкілдері тату тәтті бір үлкен Шымкенттің шаңырағында бір атаның баласындай өмір сүріп жатқаны бізді қуантады. Олай болса, Қарпықбаевтар отбасы шаңырағына қонаққа жол тартсақ. Ой, Мен сіздерге Балауса телеканалынан қонақ болып келген жайым бар. қонақ десе құт деді ғой. Ой, бәрекелді. Бүгін бізде бір салт дәстүр көрсететін дәстүр болайын деп жатыр еді. Дәл үстінен түстің қарағым. Өйткені біздің ауыл көп ұлтты ғой. Барлық ұлттар, Әзірбайжаны бар, өзбегі бар, барлығы біз шақырған едік, бір ескірген дәстүрді көрсетейік деп. Ака, қонақтарды кеп қалды. Келіп қалма, ой, қонақтарды қарсы алатын уақыт болып қалыпты. Бәрекелді, балдар келіңдер. Қонақтармен амандасыңдар да. Бірге қарсы Амансыңдар ма қарақтарым? Келінжан, тағарас қалағыр, қа? Қош келдіңіздер. Келіңдер. Ой, амансың. Келіңіз. Той жасағырам, көйле бұтқан жылашы. Ой, амансың қарағым, кел, жылашы. Бәрекелді көші бұлаңның барлығы жиналған сияқты ғой. Ал? Қош келдіңіздер, құрметті көршілер. Қызым, қарағым, бүгін бізде қазақ халқында көптен бері ұмытылып бара жатқан салт дәстүр бойынша, сірге мөлдірету деген салт бойынша көршілерімізді қонаққа шақырып отырмыз. Бұл біздің салт дәстүріміз. Күз айындағы биеміздің соңғы қымызы осылай көрші қолаңдарды шақырып, қымызбен көрші қолаңдарға ауыз тигізіп, сол дәстүріміз көптен бері ұмытылып дәстүрмен көп ұлтты көшеміз, еліміз, көршілерімізді шақырғанымыз қонаққа. Сен де қарағым айналайын, осы мерекенің үстінен дөп түстің, кәнеке алып отырыңыздар. Алыңыздар, қонақтармен кәнеке алыңыздар. Ауыз тигізіңіздер. Кәнеке. Тамаша екен қыздарымыз. Асметін ал. Өздеріңізде де біз сияқты салт дәстүрлер ескірген, жаңарған салт дәстүрлер бар шығар. Айта отырыңыздар ғанекей. Біздің салт дәстүрде қазақтарымыз сияқты, өзбектеріміз сияқты, барлық мұсылман халқымыз дәстүрлеріміз бір-біріне ұқсас екен. Бізде де балдарды бесікке салады. Бесікке салады. Басқа тағы тұсау кездері бар. Біздің сізге сияқты ұқсас. Туған елдер болған екен, бәрі ұқсас деген бір-біріне. Бізде де татарларда қазақтардың мерекелеріміз бар. Ең басты мерекеміз Сабан той. Жыл сайын күзге даламыздан кейін тойланатын мереке. Егінге қатысты, егін жинау маусымы. Барлық дақылдарды жинайтын кезде болатын Сабан той мерекесі екен ғой. Жарайсыңдар, бәрекелді қарақтарым. Осы айтылған дәстүрлердің барлығымыз, ешқайсымыз бір-біріміз өзбекпіз, қазақпыз, Әзірбайжанбыз деп бөлмей, артта өсіп келетін ұрпақтарға үйретіп жүрейік қарақтарым. Қазақтың Әзірбайжанға, Әзірбайжандың өзі қазаққа барлығымыз. Бәрекелді дұрыс айтасың, түркі халқынан қарағандықтан бір-бірімізге үйретсек, біздің артымыздан еріп келе жатқан балапандарымыз барлық дәстүр, салт дәстүрді ұмытпайтын керемет бала болып өседі деп үміттеген қарақтары. Кәнеке ендеше онда дастарханға ас қайырып, мен батамын беріп Кәнеке аумин деп қолдарыңызды. Уа жаратқан құдірет, мал жандарды аман ет, асыңа бер берекет, басыңа бер зор бақыт. Ғұмыр жасын ұзақ ет, ұрпағыңды асыл ет. Бәле жаладан аулақ қылып, таттырмасын еш қасірет. Елімізге амандық, жұртымызға тыныштық.
дүниенің бар жақсылығын дәл осы отауға нәсіп ет. Аумин. Аллаху акбар. Міне, сіздермен жылы лебізін бөлісіп өткен осы тарихи шаһарымыздың алтын бесігі болған нөмірі 68-ші Балауса Бөбекжай бақшасы бүлдіршіндерінің ата-аналары. Сіздердің ыстық ықыластарыңызға алғысымыз шексіз. Қаламыздың әрбір шаңырақ иелері барынша қызмет жасап, еліміздің өркендеуіне үлес қосуда. Бірлігіміз жарасқан еліміз. Осылай ауызбіршілігімізді жоғалтпайық. Халқымыздың қамын ойлап, қызмет жасайтын бүлдіршіндерімізді, өскелең ұрпағымызды тәрбиелей білейік. Шаңырағымыз шаттыққа толы болғай. Алма ағаштың гүліндей ай, текеметтің төріндей ай, өтіп